Саламатсыздар ма, құрметті ата-аналар, менің есімім Райымбекова Назерке Алтынханқызы. Мен жастар денсаулық орталығының дәрігер-гинекологымын. Сіздермен бүгінгі контрацепция тақырыбында сөйлескім келіп отыр. Өйткені көбінде жастар, жасөспірімдер осы сұрақтармен келеді және олардың ойларында көптеген мифтар бар бұл тақырыпта. Біз ақпараттың барлығына бірдей қолжетімді, қызықты, заманауи әлемде өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан қазіргі таңда балалардың барлығы балалардың қайдан пайда болатынын біледі. Бірақ құрметті ата-аналар, ұмытпаңыздар әрқашан, сіздер балаларыңыз үшін, ол кіші жастағы бала болсын, үлкен жастағы бала болсын, жасөспірім бала болсын, сіз ол үшін ең біріншіден авторитетсіз. Сол себептен бүгінгі тақырыпты бастағым келіп отыр. Біздің барлық ақпаратты біле отырып балалар, жаңағы көптеген тақырыптарды сізден сұрағысы келеді, бірақ ыңғайсыздану мүмкін. Сол себептен сіздер де ол тақырыпта білулеріңіз қажет. Ол тек контрацепция тақырыбы емес, ол жаңағы баланың өсу тақырыптары, баланың денесінің өзгеру тақырыптары. Сол тақырыптарда да сіздер білімдеріңізді жетілдіріп жүрулеріңіз қажет. Және көптеген балалармен сөйлескен кезде мұқият тыңдау керек. Және өмірде біз көбінесе жағымсыз жағдайларға тап болып қалуымыз мүмкін. Ол баланың жүктілігі, немесе жыныстық жолмен берілетін инфекциялар, сонымен қатар АИТВ инфекциясын жұғуы. Әрине, қазіргі таңда ол мәселе сіздің балаңызбен кездеспеуі мүмкін. Ол қазіргі таңда ол жаңағы жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан емделмеуі мүмкін. Бірақ сақтанғанды сақтайды деген қазақтың мысалдары бар. Сол себептен бүгінгі тақырып біздің контрацепция туралы және балаңызбен қарым-қатынас үйлесімді болу үшін, жақсы ашық сөйлесу үшін сізде осы тақырыпта көптеген білімдеріңіз болу керек. Және балаңызбен сөйлескен кезде оны мұқият тыңдау да өте қажет. Өйткені олардың өздерінің бір жастар арасында, жасөспірімдер арасында, өздерінің бір араларында мифтер орналасуы мүмкін. Сол себептен осы мифтерге тоқталып кетейін. Бірінші миф ол ең таралған контрацепция әдісі деп ойлайтын, жастардың, жасөспірімдердің жүктіліктен қорғайтын әдіс деп ойлайтын, ол үзілген жыныстық қатынас деп ойлайды. Неліктен бұл әдіс қолайлы емес екенін түсіндіріп өтейін. Біріншіден, ол эякуляцияның алдында шығарылатын бөлінділерде де белсенді сперматозоидтар шығады. Сол сперматозоидтардан да қыз жүкті болып қалуы мүмкін. Екінші себеп, ол бала әрқашанда өзінің процесті басқармауы мүмкін. Сол себептен сперматозоидтар қынаптың ішіне төгіліп қалып, жүктілікке әкеліп соғуы мүмкін. Және үшінші себеп, ол ең маңызды себеп деп те айтсақ болады. Бұл әдіс жыныстық жолмен берілетін инфекциялардың, сонымен қатар АИТВ инфекциясынан қорғамайды. АИТВ туралы сөйлесейік. АИТВ – адамның иммун тапшылығы вирусы. ЖТС – жұқтырылған иммун тапшылығының синдромы. Бұл АИТВ инфекциясының соңғы кезеңі және үнемі ем қабылдамайтын АИТВ жұқпасы бар кейбір адамдарда дамиды. АИТВ-ны қалай жұқтыруға болады? Қорғалмаған вагинальды, анальды және оральды жыныстық қатынас арқылы жұқтырылады. Есірткіні тамырға енгізгенде, қанды қайта құйғанда жұғады. Анадан балаға, егер ВИЧ позитивті ана арнайы вирусқа қарсы дәрі-дәрмектерді дұрыс қабылдаса, онда дені сау нәрестенің туу мүмкіндігі 98% екенін ескеру маңызды. Бір жыныстық қатынастан кейін де АИТВ инфекциясын жұқтыру мүмкіндігі бар. АИТВ бассейнде, қол алысқанда, құшақтасқанда, сүйіскенде, ортақ ыдыс-аяқты немесе дәретхананы пайдаланғанда жұқпайды. Екінші миф, ол жаңа қыздардың ең бірінші, ең алғашқы жыныстық қатынас кезінде жүкті болмайды деген миф. Бұл да бір мифтің бір түрі, өтіріктің бір түрі, жасөспірімдердің арасында қалыптасқан. Өйткені ол екінші жыныстық қатынас болсын. Сперматозоидтар жаңағы жасушаны, аналық жасушаны ұрықтандыра алады, қынапқа кіріп, сосын ары қарай жатырдың ішіне еніп, жаңағы жұмыртқаны
ұрықтандырады, сол себептен де жүктілік болуы мүмкін. Үшінші миф, ол етеккір кезінде болатын жыныстық қатынас кезінде жүктілік болмайды деп сенеді жасөспірімдер. Ол да бір мифтің бір түрі, өйткені дәрігер ретінде, гинеколог ретінде сіздерге айтқым келеді. Жасөспірімдердің арасында, жастардың арасында жаңағы етеккір циклы реттелмеген, тұрақталмаған, сондықтан овуляция дейін жасушаның жетілуі етеккірдің циклдың басында да болуы мүмкін, ортасында да болуы мүмкін. Біз оны 100% біле алмаймыз. Сондықтан бұл әдіс жастар арасында қолайсыз. Төртінші миф, ол 20 жасқа толмаған қыздарға аралас гормоналды контрацепцияны қолдануға болмайды деген миф. Бұл да бір мифтің бір түрі, өйткені қыздарда өзінің бір гинеколог ретінде сіздерге қыздарға 20 жасқа дейінгі қыздарға да гормоналды контрацепцияны қолдануға болады деп айтқым келеді. Өйткені қазіргі гормоналды контрацепциялар заманауи, дозировкасы өте аз, сондықтан ешқандай жанама әсері жоқ. Тек өзінің бір ерекше организмнің, ағзаның бір ерекше өзгерістері болғанда ғана қолдануға болмайтын кездер болады. Оны тек өзіңіздің дәрігеріңіз тағайындайды. Сол себептен гормоналды контрацепцияны алатын алдында дәрігерге кеңеске бару қажет. Бесінші миф, жедел контрацепцияны қолдану ол абортпен теңбе-тең деп ойлайды. Ол аборттың түрі емес, жасанды түсіктің түрі емес. Жедел контрацепция ол арнайы жүктілікке келтірмейтін арнайы гормоналды таблеткалар, және оны абортпен салыстыруға болмайды. Ал енді контрацепцияның түрлеріне тоқталып кететін болсақ, ең алдымен мүшеқап туралы айтқым келіп отыр. Өйткені тек мүшеқап жалғыз әдіс, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғайтын жалғыз әдіс. Мүшеқап дегеніміз не? Мүшеқап дегеніміз ол латекстен жасалған жұқа қап жыныстық қатынасқа дейін киеді, және ол сперматозоидтарға тосқауыл болады. Сол себептен жүктілік болмайды. Бірақ айта кетейін, жаңағы мүшеқапты тек дәріханалардан сатып алу қажет. Оны да балаларыңызға түсіндіруіңіз керек. Өйткені тек дәріханаларда сақталатын жаңағы лицензиясы бар жерлерден сатып алынады. Сондықтан дәріханадан алған қажет. Және айтып кететін, оны контрацепцияны, мүшеқапты ешқандай дәрігердің рецептісіз, жасына байланысты емес сатып алуға болады. Сол себептен балаңызға егер қажет болған жағдайда, ол өзі дәріханаға барып, өзі сатып алуға мүмкіндік бар. Және контрацепцияның, бұл мүшеқаптың ешқандай жанама әсерлері жоқ. Кейде ғана латекске аллергия болуы мүмкін, ол ағзаның өзінің бір ерекшелігі. Бұл жалғыз әдіс, жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғайтын жалғыз әдіс. Соны ұмытпаңыздар, соны балаларыңызға айта жүріңіздер. Екінші әдіске тоқталып кететін болсам, ол гормоналды аралас контрацепция түрі, немесе оны жүктілікке болдырмайтын гормоналды таблеткалар деп атайды. Бұл таблеткаларды қолданған кезде ең алдымен бала өзі тәрбие керек. Бұл әдісті қолданған кезде тәрбие керек. Өйткені ол таблеткаларды жыныстық қатынас болды ма, болған жоқ па, байланысты емес. Таблетканы егер ішіп бастаған болса, оны күнделікті бір таблеткадан тоқтатпай ішіп жүру керек. Сонда ғана әсері жоғары болады. Келесі әдіс ол спермицидтер. Неліктен олар спермицид деп аталады? Өйткені олардың құрамында сперматозоидтарды жоятын химиялық заттар бар, және оны тікелей жыныстық қатынасқа дейін қолдану қажет. Және спермицидтердің түрлері өте көп. Олар крем түрінде, немесе вагиналды суппозиторий түрінде, немесе таблетка түрінде шығарылады. Егер жыныстық қатынас қайталанатын болса, онда екінші жаңағы таблетканы, немесе екінші кремнің екінші дозасын қолданған жөн. Және бұл таблеткаларды қолданған алдында дайындық керек, жыныстық қатынасқа. Және 2 сағат жыныстық қатынастан кейін 2 сағат ваннаға немесе шомылуға болмайды. Өйткені сіз шомылған кезде жаңағы спермицидтерді жуып жіберуіңіз мүмкін, сол себептен әсері азаюы мүмкін. Ал енді тағы бір әдістерге тоқталып кеткім келіп отыр. Ол әдістерді біз қолайсыз әдістер деп атаймыз. Біріншіден ол жаңағы тоқтатылған жыныстық қатынас деп аталады, үзілген жыныстық қатынас деп аталады. Бұл әдіс тиімсіз. Бағана басында айтып кеттім. Біріншіден жаңағы
процессті бақылау өте қиын, және сол себептен ұлдар үлгермей қалуы мүмкін. Және екіншіден, ол жыныстық жолмен берілетін инфекциялардан қорғамайды. Сол себептен бұл әдіс өте тиімсіз әдіс деп саналады. Екінші әдіс ол күнтізбелік әдіс. Бұл әдіс туралы да тоқталып кеттім басында. Ол жаңағы бағана айтып кеттік, овуляция, аналық жасушаның жетілу уақытын біз 100% қай кезде жетілетінін білмейміз. Әсіресе жаңағы жасөспірімдердің арасында, әсіресе жастардың арасында. Өйткені олардың етекірі ретті емес, әлі толыққанды жұмыс жасамайды. Сыртқы неше түрлі жағдайлар, мысалға стресстер, немесе жаңағы ары-бері көшіп қону, климат, оның барлығы жаңағы жасушаның шығуына әсер етуі мүмкін. Қорғалмаған жыныстық қатынас болып қойған жағдайда, немесе бір сәтсіздік болып қалған жағдайда, жаңағы мүшеқап жыртылып қалған кезде, немесе контрацепция түрін қолданбаған кезде, және зорлық-зомбылық болып қалған кезде жедел гормоналды контрацепцияны қолданған жөн. Жедел гормоналды контрацепция дегеніміз ол арнайы гормоналды таблеткалар, жүктілікке әкеліп соқпайтын арнайы гормоналды таблеткалар. Оны тек қана дәріханадан сатып алуға болады, және тек дәрігердің тағайындалуымен ғана беріледі. Бірақ егер жаңағы жедел контрацепция түрін қолданғаннан кейін 3 аптаның ішінде етекір келмесе, ол жүктілікке әкеліп соқты деген мәлімет. Сол себептен бұл кезде дәрігерге қаралған жөн. Және дәрігерге тек қана бір проблема болған кезде, мәселе болған кезде, немесе ауру сезімдері болған кезде қаралу керек деген сөз емес. Дәрігерге, гинекологқа әрдайым профилактика ретінде де баруға болады. Ол қалыпты жайт, және қыз бала, қыз келіншектер жылына 1-2 рет профилактика түрінде гинекологқа барып тұру қажет. Оны да сіз ата-ана ретінде өз қызыңызға айта отырыңыз, және ұлдарға да, олар да урологқа, андрологқа қаралып, дәрігерге қаралып тұру қажет. Құрметті ата-аналар, мен сіздермен тағы бір маңызды тақырып туралы сөйлескім келіп отыр. Ол жасөспірімдердің жүктілігі, яғни 18 жасқа толмаған, кәмелет жасына толмаған қыздардың жүктілігі туралы әңгімелескім келіп отыр. Бұл тақырып өте қиын тақырып, бірақ ондай жағдайлар кездеседі. Және 18 жасқа толмаған жасөспірімдердің арасындағы жүктілік ол балаға өте қатты стресс болып табылады. Жүктілікті сақтаса да, немесе жасанды түсік жасаса да, оның ағзасына ол өте үлкен стресс, және бұл жүктілікті ол баланың, өйткені жаңағы денесі дамымағандықтан, ағзасы әлі толық дамымағандықтан неше түрлі қиыншылықтар болуы мүмкін. Босану кезінде, жаңағы жүктілік кезінде де, және болатын балаға да өзінің бір қиыншылықтары болуы мүмкін. Және жасанды түсік жасайтын болса да, өзінің бір қиыншылықтары бар, оны да біле жүріңіздер. Және біздің Қазақстанда жасанды түсік туралы айтып кететін болсам, біздің Қазақстанда жасанды түсік әйелдің өтініші бойынша 12 аптаға дейін жасалынады. Бірақ медицина, әлеуметтік жағдайлар бойынша 12 мен 22 апталардың ортасында да жасауға мүмкіндік болады. Жасанды түсік жасаған кезде де оны тек медициналық орындарда, тек дәрігердің қаралуымен жасалу қажет. Өйткені ол да бір процедура, балаға өте қиын келіп соғуы мүмкін, өзінің қиыншылықтары бар. Сол себептен ертеңгі болашағында ешқандай балада қиыншылықтар болмау үшін сіз осы заңнамаларды, осы балалардың жүктілігі туралы біліп жүрулеріңіз қажет. Және Қазақстанның заңнамасына сәйкес 18 жасқа толмаған қыздардың түсік жасау немесе жүктілікті сақтау әдістерін тек ата-анасы шешеді, өйткені ол әлі кәмелет жасқа толмаған қыз. Тағы бір тақырыпта айтатын болсақ, көбінде жасөспірімдер, жастар ата-анасына егер басы ауырса, немесе кеудесі ауырса, немесе жаңағы өзін жағымсыз сезінсе, тамағы ауырса, ол ата-анасына барып өзінің шағымдарын айтуы мүмкін. Бірақ егер белден төмен шағымдар болатын болса, жаңағы қышу сезімі, ашу сезімі, зәрін шығарған кезіндегі ауырсыну, немесе күйу сезімдері болған кезде, жаңағы жыныстық
мүшелерінде олар көбінде ата-аналарына барудан ұялады, ыңғайсызданады. Сол себептен сіздер әрқашанда ашық сөйлесе білуіңіз керек балаңызбен. Сонда ғана балаңыз сізге сол тақырыптарда да өзінің шағымдарын айтады. Сол себептен уақытылы дәрігерге баруға мүмкіндік болады. ЖЖБ көбісінде жыныс жолдарынан бөліну, қызда қынаптан бөліну, оның түсі мен иісі өзгеруі мүмкін. Уретрадан бөліну, немесе жас жігітте зәр шығарғанда жану сезімі. Ұсақ көпіршіктер, бөртпе, жыныс аймағында қышу немесе жану, жыныс мүшелерінде жаралар, іштің ауырсыну сияқты белгілер болады. Көптеген инфекциялар симптомсыз өтеді, сондықтан сексуалды белсенді жасөспірім сау болмауы мүмкін. Неліктен біз бүгін бұл тақырыптарға сөйлестік? Өйткені сіздер айтуыңыз мүмкін, бұрынғы заманда ата-анасы балаларына бұндай тақырыптарда әңгіме айтпаған, және біз өстік қой деген секілді. Бірақ қазіргі таңда заман өзгерді. Бағана айтып кеттім, жаңағы интернет бар, смартфондар бар, әлеуметтік желілер бар. Сондықтан барлық бала ақпаратты ала алады, қолжетімді ол ақпарат. Бірақ біз ол ақпаратты шынайы ма, шынайы емес па білмейміз. Сол себептен ата-ана ретінде сіздер балаларыңызға тек шынайы, тек тексерілген ақпаратты берулеріңіз керек. Және сол себептен сіздер де оқынып, ізденіп, жаңағы қарап, осындай лекцияларды тыңдап, ақпараттарды біліп, өз білімдеріңізді жетілдіре отырып, балаларыңызбен үйлесімді қарым-қатынас жүргізуді сұраймыз. Әрине, дәрігер ретінде мен сіздерге көмектесе аламын, егер сұрақтарыңыз болып жатса. Бірақ алдымен сіз авторитет екенін ұмытпаңыз, және сіз балаңызды өзіңіз қарым-қатынасты құруды үйреніңіз. Сіздерге сәттілік тілеймін.